Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Мен Қабденова Алима Қазбекқызы, деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері. Сіздердің назарларыңызға білім беру үдерісінде рефлексивті әдістемені қолданудың ерекшелік тақырыбында видео дәрісімді ұсынамын. Дәріс өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты базасында деңгейлік курстар және сертификатталған мұғалімдер үшін мамандандырылған дәрісханада өткізілуде. Дәрісхана деңгейлік курстарды сапалы ұйымдастыру және сертификатталған мұғалімдердің кәсіби тәжірибелері мен сындарлы оқудағы жетістіктерін көрсету мақсатында ашылды. Құрметті әріптестер, біздің дәрісханада деңгейлік біліктілік арттыру курсы барысында мұғалімдердің белсенді жұмыс жасап жатқан кезеңдерінің фото-мұражайы ұсынылады. Тыңдаушылардың бұл фото-мұражайы әрқашан үнемі толықтырылып, жаңартылып тұрады. Құрметті әріптестер, дәрісханада орналасқан келесі релаксациялық аймақ мұғалімдердің біліктілік арттыру барысында өзін психологиялық тұрғыдан алдын ала қобалжуын басу, сонымен бірге өзіндік ойларын реттеуге көмектеседі және бұл жерде мұғалімнің әрқашан ойы реттеліп, өзіндік бір пікірлерді айтуға мүмкіндік береді. Дәрісханада ақпаратты коммуникациялық технологиялар аймағы орналасқан. Бұл салада мұғалімдер ақпаратты коммуникациялық технологиялардың құралдарын пайдалана отырып, өздерінің білімдерін шыңдап, өздерінің тәжірибелерін жетілдіруге мүмкіндік алады. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталық акционерлік қоғамының филиалы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтында шетелдік тағылымдамадан өткен институт оқытушылары мен мамандарының біліктілігін арттыру материалдарының фото-мұражайы орналастырылған. Мұражай Франция, Сингапур, Австралия, Ұлыбритания, Ресей, Кореяның курс тыңдаушыларына шетел сапарлардың материалымен танысу, сонымен қатар әлемде дамыған деп танылған ұлттық білім беру жүйесі құндылықтары мен нәтижелеріне көңіл аудару, біздің білім беру тәжірибемізді жақсарту бойынша өз мүмкіндіктерін айқындау, оларды іске асыру пайдалы деп айтуға болады. Бұл жөнінде Петропавл қаласында химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі директорының шетел орынбасары Фиона Маккенаның пікірін тыңдасақ. Okay, so I find this environment, this classroom is a lovely space to learn in. Visually, it is very pleasing. The colours are lovely, and there's information. There's different zones in the room. I would very much like to present in this room or to do a masterclass because it is a very lovely environment. Да, и окружение, и атмосфера в данном классе, в этом кабинете очень способствует хорошему обучению. Мне нравится цветовое решение, различные зоны, и различная информация в каждой части данного кабинета. Очень приятно здесь находиться, и я думаю, что это очень хорошие условия для обучения на курсах для учителей. Құрметті әріптестер, сіздер сертификатталған мұғалімдерге арналған дәрісхананың мазмұнымен таныстыңыздар. Енді дәрісімізге оралатын болса, біздің дәрісіміздің мақсаты білім беру үдерісінде өзіндік талдауды жүзеге асырудың тиімді тәсілдерін қарастыру болып табылады. Күтілетін нәтиже келесідей: білім беру үдерісінде өзіндік талдау жасаудың тиімді жолдарын меңгереді. Келесі, сабақта кері байланысты қолдану арқылы тәжірибесін жетілдіреді және өзіндік талдауды жүзеге асырудағы рефлексивті әдістеменің тиімді тәсілдерін тәжірибеде қолданады. Дәріс пән мұғалімдеріне арналған. Құрметті әріптестер, білім беру үдерісінде рефлексия жасаудың маңыздылығы неде деп ойлайсыздар? Біз шағын тобымызда ақылдаса келіп, рефлексияның маңыздылығын лайықты. Біздің мақсатымыз тікелей оқушылармен жұмыс істеу болғандықтан, оқушылар тарапынан ол өзінің іс-әрекетіне талдау жасау, өзінің атқарған іс-әрекетін бағалау және алдағы уақытта кемшіліктерін жою мақсатында орындалатын жұмыс деп шештік. Жалпы рефлексияға оқушылардың не түсінгені, не білгені және болашақта қандай мақсат қойғаны сияқты мәселелер қарастырылады. Алдында біздің шағын тобымыз рефлексия маңызы неде деген сұраққа өзіміз келсе керек.
рефлексияны сабақтың соңында қолданамыз. Сабақтың соңында оқушының не түсінгенін, не түсінбегенін, сол туралы карточка арқылы кері байланыс орнатып, сол арқылы рефлексияны орнатамыз. Және оқушының түсінбеген келесі сабақтарда не түсінбегендігін соны жоспар құрамыз да, сол оқушымен жұмыс істеу деп ойлаймыз. Рахмет, әріптестер. Рефлексия адамның өз істерін анық түсіну, олар туралы ойлану барысында өзіне-өзінің нені, қалай жасайтын туралы толық және ашық есеп беруі, немесе өз әрекет барысында басшылық қалған ережелер мен кестелерді мойындауды не жоққа шығару болып табылады. Рефлексия адамның шығармашылығын зерттейтін көптеген ғалымдардың, оның философиялық, психологиялық және педагогиканың өзекті мәселесі болып табылады. Рефлексия бойынша келесі ғалымдар былайша пайымдайды. Кулюткин әлемдегі шындықты көре алу, оралымды ойлай алу, өз тәжірибесіне сыни баға бере алуды жатқызады. Келесі ғалымдар Ковалева мен Семенов әртүрлі әрекеттерге өтудегі икемділік деп түсіндіреді. Кузьмина адам өзі іске қосу барысында дамытуға мүмкіндік алады. Ол үшін алынған білімді жинақтау, қолдану үшін жүйеге келтіру, кері байланысты жүзеге асыру қажет деп пайымдайды. Ғалымдар рефлексияның келесі кезеңдерін белгілейді. Бұл бірінші жору рефлексиясы. Баланың 1 жасқа дейінгі ішкі әлемнің дамуы, өзін-өзі сезінуі. Келесі кезеңі салыстыру рефлексиясы. Баланың жүре және сөйлей бастаған кезінен бастайды. Анықтаушы рефлексия 7-ден 18 жасқа дейінгі аралық тұлғаның өз әрекет түсінуі, өз мүмкіндіктерін саралай алуы. Талдаушылық рефлексия тұлғаның даралану кезеңіне сәйкес келеді. Әлеуметтік ортада өз орнын табу үшін ізденеді, әрекет жасайды. Рефлексияның атқаратын сипаттарына қарай әртүрлі болады. Психологиялық және педагогикалық рефлексияның түрлері мен деңгейлері анықталады. Рефлексияны педагогикалық тұрғыдан қарастыра отырып, белгілі ғалым Беспайко өзінің диагностика жасаудың келесі үлгісін ұсынады. Өз әрекетін зерттей алу, қиындықтарды анықтай алу, қажеттіліктерге қатысты мотивтерін оята білу, өз әрекетін қайта құрудың мүмкіндіктерін анықтай алу, өз тиімділігі мен нәтижесін анықтай алу, алдағы тәжірибесін дамыту жолдарын белгілей алу. Мұғалімнің бақылаушылық рефлексиялық құрамы бойынша жұмыс жасауы әлде қайда тиімді болып табылады деуге болады. Осы орайда басты мақсат өзіндік бағалауға, өзіндік бақылауға, өзінің әрекетін жоспарлай білуге, өзіндік білім алуға қабілетті оқушылардың метатанымдық қабілеттері мен біліктерін дамыту және сыни тұрғыдан ойлауға үйрету болып табылады. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету оқушылардың ашық ойлауға, мәселеге байланысты ойлана білуге, құбылысқа әртүрлі көзқарас тұрғысынан қарай білуге үйретіп отырып, оқушыға мәселенің мәнін терең түсінуге ғана емес, өзінің жеке білімін алған біліммен сабақтастырып жеткізе білуге бағалауға үйретеді. Ол үшін мұғалім әрекет үшін ойлан, әрекет туралы ойлан, әрекет кезінде ойлан деген сұрақтарды қарастыра отырып кезеңдерден өтуі тиіс. Мұғалімнің рефлексиялық әрекетінің құрылымдық мазмұндық үлгісін ұсынатын болса, бұл негізгі 3 компонентті қарастыруға болады. Бірінші компонент ынталандырушылық, танымдық, екінші компонент, үшінші компонент бақылаушылық рефлексиялық. Ынталандырушылық компоненттің критериялары келесідей: кәсіби әрекетке деген қызығушылық және қажеттіліктер. Осыдан қандай көрсеткіштер болады? Білім беру жүйесіндегі жаңалықтарға ашықтық. Келесі танымдық компоненттер: тұлғаның дамуы, рефлексия жайындағы білімдері байқалады. Көрсеткіштер: рефлексия жайлы теориялық түсініктерді тәжірибеде қолдана алуы. Бағалаушылық рефлексияға қабілетті. Келесі көрсеткіш: рефлексиялық әрекетті жүзеге асыра алу, өз тәжірибесіндегі жетістіктер мен кемшіліктерді талдап, алдағы мақсаттарды белгілей алу біліктілігі деп байқалады. Оқушының рефлексиялық біліктілігін дамытуға бағытталған үдерістің кезеңдерінде мұғалім үшін маңыздысы өтілген тақырып бойынша талдау жасату керек. Себебі оқушы өзінің бір кезеңнен екінші кезеңге қалай өткендігін, қандай өзгеріс болғандығын білуі керек. Баға қою, топты бағалау, өз әрекетін бағалау оқушының одан әрі мұғалімнің көмегінсіз ақ жұмыс атқаруына көмектеседі. Рефлексия кезеңінде оқушылардың рефлексивті метатанымдық біліктерінің дамуы болып табылады.
Бұл білім беру мәселесін шешу психология және педагогикалық тұрғыдан қарастырылатын рефлексия ұғымымен байланысты біз ойлану туралы айтамыз. Демек, бұл оқушы мен мұғалімнің өзіндік жеке ойлау іс-әрекетінің рефлексиясы. Білім беру тәжірибесінде рефлексияға қатысты келесі мәселелер туындайды. Әрине, ол тұлғаның өзіндік талдаудағы біліктілігінің әлсіздігі. Енді осы орайда қандай шешу жолдарын ұсынуға болады? Бірінші, бұл траектория бойынша өзіндік талдауды дамыту. Яғни, бірінші қадамда теориялық қабылдау, сыни ойлаудың жалпы құрылымын игеру, жүйесіз дайын стратегияларды, әдістер мен тәсілдерді көшіру. Осы теориялық қабылдаудан нақтыға көшу, яғни өзіндік талдауды дамыту үшін жаттығуларды жүйелі қолдану. Бұдан кейін барып жинақтау кезеңіне өтсе болады. Бұл жерде өзіндік кәсіби әрекетінде сыни ойлау мәнерін қолдануды ескерген дұрыс. Фред Кортхаген мұғалімнің рефлексивті әрекетінің сызбасын шешу жолдары ретінде келесі сызбаны көрсетеді. Бірінші, әрекет. Екінші, өткенге сыни көзқарас. Үшінші, маңызды аспектілерді түсіну. Төртінші, әрекеттердің альтернативті әдістерін құру. Бесінші, жаңа әрекетті анықтай алу. Бұл жерде берілген рефлексивті әрекеттің сызбасы мұғалімдер үшін өте тиімді деп айтуға болады. Рефлексия кезеңдері іс-әрекетке немесе жағдайға қайта оралу. Не жасағым келді, не ойладым, не сезіндім, не жасадым. Оқушыларым не жасағылары келді, олар не ойлады, олар не сезінді, олар не жасады. Келесі әрекетте жағдайдың негізгі аспектілерін анықтауда, жағдайда ең маңыздысы не болу керек деп ойлайсыз, қандай да бір қарама-қайшылықтар болуы мүмкін. Төртінші, іс-әрекеттің альтернативті тәсілдерін анықтау, іс-әрекеттің тиімді тәсілдерін анықтау, анықталған қарама-қайшылықтарды оңтайлы шешуді қамтамасыз ету үшін қандай альтернативті тәсілдерді ұсынуға болады деген кезеңдер барысында осындай сұрақтарды қойып ойланған өте тиімді болып табылады деп көрсетеді. Белгілі бір метатанымдық біліктілікті қалыптастыруда көптеген педагогикалық іс-әрекеттер бар. Тәсілдер, әдістер, сабақты жүргізу стратегиялар. Оқушылар үшін маңыздысы, олар білім алу міндеттерін шешуде метатанымдық біліктерді қалыптасады және оны тәжірибеде қолдана біледі. Сонымен қатар оларда оқу әрекетін өзіндік реттеумен өзіндік білім алуы дамиды. Бұл жерде мұғалімдердің қолданылатын рефлексия түрлерін айтып өтуге болады. Бірінші, мазмұны бойынша, яғни бұл жерде мұғалімдер көп жағдайда символикалық, ауызша және жазбаша түрлерін қолданып жатады. Екінші, іс-әрекет түрі бойынша, бұл бізде ұжымдық, топтық, кейін жекеге ауысады. Үшінші, мақсаты бойынша эмоциялық. Бұл көп жағдайда біз бастауыш білім беру ұйымдарында көп қолданамыз. Құрметті әріптестер, жалпы білім беру жүйесінде өзіндік әрекетке талдау жасап, үнемі өз-өзіне сыни көзқараспен қарап, және де оқушыларын өзіндік сыниға ойлауға үйрете алатын әріптестер, мұғалімдер өте көп. Біздің солтүстік Қазақстан облысында осындай жетістіктерге жетіп, өзіндік сыни ойды шыңдап жүрген, кәсіби білімін жетілдіріп жүрген әріптестердің келесі мынадай жетістік аллеясында атап өтуге болады. Бұл жерде енді бүгінгі тақырыбымызға қатысты жалпы рефлексия жасаудың маңызы өте зор. Кез келген жағдайда нәтижелі білім беріп, оның сапалы жасаған кезде әрқашанда жақсаруға қол жеткізудегі ең ықпалды қару бұл кері байланыс деп айтуға болады. Кері байланыстың саны емес, сапасы маңызды. Ойлау деңгейі дамыған оқушылар кері байланысты құптайды және оны өздерінің оқу үлгерімін жақсарту үшін қолданады. Жазбашаға қарағанда ауызша кері байланыс тиімдірек. Ең тиімді кері байланыс оқушыдан мұғалімге беріледі. Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға келесі әдебиеттер тізімін ұсынып отырмыз. Бұл әдебиеттерден сіздер рефлексияның өзіндік ерекшеліктері, рефлексияны сабақта қолданудың тиімді жолдары бойынша қосымша мәліметтерді өздігінен біліп оқи аласыздар.